Армағайын, бармысыз, құрметті кітапқұмарлар. Бүгін менің қолымда Кемел Тоқаевтың «Түнде атылған оқ» деген кітабы. Шолып жасайтын шығармам «Түнде атылған оқ» деген осы кітаптың ішінде орын алған повесть, яғни хикаят. Бұл повесть Қазақстан жеріне келген бір ұрын келген шпионның ұсталу хикаясы баяндалады. Оқиға негізі аты айтып тұрғандай кітаптың «Түнде атылған оқпен» басталады. Яғни белгілі бір орманда орманшы болып, егер болып қызмет қылатын Мырзаш деген қарт кешке жақын территорияны барлауға шығады. Не бар, не жоқ деген сияқты. Сол кезде бір бейтаныс әлдекімді көріп қалады, жарықты көріп қалады, және олардың кім екенін білгісі келіп алға қарай ұмтылғанда оның кеудесіне оқ атылады. Мырзаш қарт сол жерде кеудесіне біз солған сезімдей болып соққылап қалады. Әрине Мырзаш қартты тез арада аурухана тапқан адамдар ауруханаға жеткізеді. Ол кісі кейіннен аяққа тұрып кетеді. Бірақ сол шпионның түнде атқан оғы артынан кейіннен өзін іздеп келіп табады десек болады. Оқиға осындай бір ерекше жағдаймен басталады. Сөйтсе оқ атылған адам, мен айтқандай, шпион екен. Ол орманның қасында біз білетін әскери база болған екен. Әскери базада әртүрлі советтік қарулар сынаққа түсіп жатады ғой. Сол туралы бүкіл мәліметті жау жаққа, шетел жаққа ұсыну үшін жаңағындай шпион жіберілген екен қазақ жеріне. Әрине оның орманшымен бетпе-бет келуі, оның жасаған бәлкім үлкен бір қателігі ма, кейіннен өз-өзіне ор болып қазылып соған түсті деп айтсақ болады. Жалпы хикаят сол келген шпионды, қылмыскерді ұстау оқиғасына негізделген. Өте көп кейіпкерлер бар, полиция қызметкерлері, әскери адамдар, генералдар, әртүрлі шен өкілдері. Маған қиындық келтіргені шыны керек, бұл автор Кемел Тоқаев адамдарды, кейіпкерлерін енді атын және фамилиясымен бірге, немесе әкесінің аты, отчествосымен бірге жазады екен. Сондықтан мен шыны керек оқыған кезде адам миында шатасып кетеді. Анау қайсың, мынау қайсың деген сияқты отырамыз. Бірақ менің есімде қалған кейіпкерлерден ол Бақытжан Алтаев, Талғат Майлыбаев тікелей шпионды ұстауға септігін тигізген, яғни басты рөлдерде ойнады десек, басты кейіпкерлердің біреуі сосын Алтыншаш деген дәрігер қыз, одан кейін Нәдір Бөгенбаев, егер қателеспесем оның шын есімі, фамилиясы майор, жаңа операцияны бастаған, операцияны жүргізген майор Бөгенбаев, оларға көмектескен Бақытжан Алтаев пен Талғат Майлыбаев капитан деген жігіттер. Алтыншаш енді қосалқы кейіпкер, Бақытжанның сүйікті қызы. Ал енді біздің шпионның есімі өзі ауысып тұрады. Басында ол Черноносов болып орыс атымен келеді. Одан кейін Ашрапов болып жұмысқа тұрады. Қазақтардың арасына сіңуге тырысады, жергілікті елді мекенде. Тіпті оның бет әлпеті де түрі де өзгеріске ұшырап тұрады. Үздіксіз хикаятта. Себебі ол қолға түспеу керек, қолға түспеу үшін ол әртүрлі амалдарды жасайды. Өйткені ол үлкен тренировкадан, оқудан өтіп келген шпион, батыс Германиядан. Сондықтан ол бет әлпетін, жүзін өзгертуге де грим қолданады, әртүрлі құжаттарды қолданады, фамилиясын, әртүрлі легенда дейміз, өзі туралы аңыз хикаяларды қолданады кісілердің сеніміне кіру үшін. Бірақ деген менде сол жерде сәтті жүргізілген операцияның барысында ең соңында Ашрапов, Черноносов шпион біздің қолымызға түседі. Бұл жерде енді айта кететін мысал, Талғат Майлыбаев капитан, олар да бір рөл ойнайды. Өйткені гражданский формамен жүреді, азаматтық киіммен. Майлыбаев таксистің рөліне, кейпіне енеді, осы шпионды аңдып. Одан кейін Бақытжан Алтаев деген біздің милиция жігіті, милиционер жігіт, ол да разнорабочий болып бір кафеге, ресторанға жұмысқа тұрады, жүк көтеруші болып. Ол да осындай кейіпте жүріп, екеуі тізе қосып, капитан мен сөйтіп Черноносовты сәтті қолға түсірген болатын. Әрине құрбандар аз болған емес, аз болған жоқ. Бұл хикаят барысында айттым ғой, бірінші Мырзаш қартқа оқ атылды, бірақ кейіннен тағы бір әйелдің сеніміне кірген шпион сол әйелді кейіннен буындырып өлтіреді, оны суға тастайды, Зина деген. Ол да бір ауыр жағдай, осындай болады. Бақытжанға да оқ атылған болады, бірақ
оның алдын ала шпионның пистолетін алдын ала оғын суырып қойғандықтан ол Бақытжан аман есен қалады. Яғни ол бір өзінің құрған қақпанына өзі түсіп қалды десек болады, шпион. Сосын бір қызықты жайт, негізі бұл жерде мысалы әскери база туралы талқыланады ғой. Әскери базадағы қарулар, олардың сынақтары, қалай сынақтың өту барысы осы жерде сипатталады. Бұл автордың мысалы әскери тақырыптағы терең білімінің көрінісі іспетті. Одан кейін менің таңғалдырғаны, мысалы операция барысында полиция тарапы кейбір суреттерге анализ жасайды және айтады, ой, мына суреттерді адам мысалы түсіру мүмкін емес дейді. Бұл бір жоғарыдан спутник арқылы түсірген суреттер дейді. Яғни кітап білмеймін қай уақытта жазылған. 70-ші жылдар ма жазылған. Сол кезде спутникпен суретке түсіру технологиясы дамыған екен. Сол мені қатты таңғалдырды. Одан кейін жаңағы Ашрапов деген шпион, мысалы сынақтар өтіп жатады ғой әскери базада, сонда төбеге қарап өзінің көзілдірігімен бір кнопканы басып соларды суретке түсіреді. Бұл деген енді сол үшін, сол эра, сол кезең, дәуір үшін менің ойымша бір керемет технология. Себебі бір көзілдірікпен суретке түсіру біз енді ғана біліп жатырмыз ғой. Қазір көбіне мен сабақ бергеннен кейін білемін, студенттер экзаменда көшіру үшін, кейбір экзамендарда көшіру үшін сканері бар, очкиларға заказ беріп, соны қолданады екен, иә. Оны білмеймін қалай жұмыс істейтінін, бірақ осындай технологияны біз қазір қолданып жатқанымыз, бірақ бұл ертеден бері бар екені мені қатты таңғалдырды. Иә, сондықтан қазақша детектив оқығыларыңыз келсе, немесе ескі кезеңді көргілеріңіз келсе, кеңестік дәуірдің кейбір ерекшеліктерін біліп танығыңыз келсе, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Одан кейін маған ерекше әсер еткені сол кездегі мысалы арақ ішу дәстүрі. Өйткені кейіпкерлердің барлығы дерлік арақ ішеді. Тіпті жаңағы таксист жігіт Талғаттың өзі образға ену үшін, біреулермен төбелесу үшін, мас болған кейіпте арақ ішуге мәжбүр болады. Бұл жердегі арақ ішудің бір салт дәстүрге айналып кетуі деймін, сол маған ерекше қызық болды деп айтайын ба, бір жағымсыз әсер қалдырды. Яғни ол кездегі мәдениетте, ол кездегі қазақ халқының ортасында, сол өңірде ер азамат болсын, әйел адам болсын, барлығының ішімдікке құмар болу, ішімдіктің күнделікті бір өмірдің бөлігі болу. Отырған отырыста, машине жүргізіп жүрген кезде, тіпті оның салдары болса да, зиянды салдар бар екенін біле тұрса да, аварияға алып келу мүмкін бола тұрса да, сол адамдардың үнемі ішімдікке қол жүгіртуі, ішімдікті ішуі, ішімдікті пайдалануы. Соның қалай сол кезеңдерде қазақ қоғамының тереңдеп мен еніп кеткенін осы әдеби шығармаларда өте үлкен көрініс табады. Сол айтайын дегенім, өздеріңіз сатып алып оқысаңыздар болады, бағасы да қол жетімді. Егер де менің жүргізіп жатқан видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар, құрметті кітапқұмарлар.